Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді болып шығатын осындай тары көженің рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Бізге қажетті заттар сүт, тары және кішкене ғана тұз, шым-шым. Осылар қажет болады. Тарымыз осындай сап-сары әдемі қуырылған тары болуы қажет. Және ішінде кішкене қара точка андай қара ұнсырлары бар. Соны алып тастасаңыздар болады. Неге қажеті жоқ бұндайдың. Өте күшті сап-сары дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Балаларыңызға жасап берсеңіздер, жаңадан босанған келіншектерге, әсіресе қыз босанған келіншектер осындай тары ішетін болады. Жасап берсеңіздер болады. Бір стакан суымызға тарымызды жуып алып, сосын салып қайнататын боламыз. Осылай суы тартылғанша қайнататын боламыз және тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей қайнап шықты. Енді бетіндегі көбіктерін алып тастайтын боламыз. Мінекей бетіндегі көбіктерін алып тастадым. Дәл осы мен видеомдағыдай жасап көрсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Жаңадан босанған келіншектерге осыны жасап апарып берсеңіздер, рахметін айтып ішіп алады. Іштегі қатып қалған онша-мұнша қан аурулардың барлығын алып кететін болады. Мінекей енді тарымыз піскен соң сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осылай болып піседі. Қозғап тұрамыз. Қою боп кетпеу қажет. Сіз сәл көптеу жасаймын десеңіз. Мен кішкене талқан салып жібердім. Қандай талқан болса да болады. Ләжі болса, бидайдың талқаны болса, жүда керемет болып шығады. Бір қасық столовый ложка талқаннан салып жесеңіздер, дәмі деген керемет болады. Мінекей тары сорпамыз, көжеміз пісті. Май салып, іші босанған келіншектер терлеп тепшіп ішіп алатын болады. Рахметін айтатын болады. Арнама лайк басып, тіркеліп